Жақсылық төлеген. Бүгінгінің хикаяты. Жүзікші. Сен шыққан жол үстіне жалғыз түпши. Көрінген ит кетеді бір-бір сарып. Абай. Кәделі күйеу. Олжабайдың өзі туралы айтқандары. Мен осы қаладағы елеусіздеу бір әкімшілік мекемесінде ортанқол басшы дәрежесіндегі қызметкермін. Білім дәрежем жоғары, мамандығым экономист. Бухгалтерия жағын, мекеменің экономикалық жобалау тараптарын бір кісідей білемін. Кезінде үлкен бір басқармада бастықтың экономика жөніндегі орынбасары болып біраз жыл қызмет еттім. Аумалы төкпелі кезеңде ол мекеме де жабылған соң басқа жұмыс іздеуге мәжбүр болдым. Қазіргі жұмысым өзіме ұнайды. Жауапкершілік жоқтың қасы. Айлық жалақым да жаман емес. Одан да басқа үйтіп-бүйтіп дегендей пәленшенің құдасы, төленшенің жиені едім деп аяқ жетер жерден іздеп келушілер де жеткілікті. Бірі істі болып келсе, кейбіреуі түрлі мәселелерде қолжалғау жасауды емеуріндейді. Әйтеуір таныстың жаман абыройдың арқасында жұртқа шама шарқым келгенше көмектесіп жіберемін. Мұндайда қазақ құр қалдырмайды, алақаныма ақша басады. Жұмыс бітір деп берген қаражаттан да қарпып қалам. Ортаға түскеніме сыйақыны және аламын. Қазағым жұмысы біткеніне мәз. Мен есебін тауып екі асағаныма сөйткен тірлік бар. Қатын 2-3 қара домалақ ұл-қыз бар. Саяжайды әлі қашан оралмандарға сатып бұлдағанбыз. Әттең, ертеректе арзандау кетті. Машине бар. Әйелім ұсқынсыздау. Оған қоса бала басты. Салпы етектеу. Өзімнен 7-8 жас кіші. Бұл менің 3-ші әйелім. Бірінші әйелімнің мінезі өте шайпау еді. Әке-шешемнен туыстарыммен суықтау болды. Төркіні жақының төсегі жиналмайтыны рас екен. Қашан көрсең үй толы кісі. Дем алып, әлде қонақ шақырып, сиқың жоқ. Сөйтіп, онымен 4 жыл отасқан соң бір қызбен қоя бердім. Ағалар мен жеңгелері қатынның қолтығына су бүрікті ме білмеймін. Айырылысуға келісім бермей біраз әлектеді. Бірақ жолын таптым. Оның өзі бір хикая. Ал екінші әйелім мықты бір дөкейдің байдан қайтқан қыз еді. Өз көйлегімді өзім жуып киіп, өз тамағымды да өзім пісіріп ішіп, онымен тұрған 1-2 жылдың ішінде тіпті жүнжіп кеттім. Табысым да жаман емес, бірақ ол антұрғанның төркіндеуі таусылмайтын болды. Қайын атам обалына не керек, мені керемет жұмысқа орналастырып қойды. Ерте кетем, кеш келем, іс сапарым да көп. Бір күні Атыраудан 2 күн ертерек қайттым. Түн жарымында өз кілтімен пәтерімді ашып ішке кірсем, менің орнымда бір сылыңғыр қара жігіт тырдай жалаңаш халде әйелімді құшақтап ұйықтап жатыр. Қапелімде аңырайып тұрдым да тез есімді жиып ала қойдым. Бірінші қатыннан жеген опығым бар. Дыбысымды шығармай еркектің киімдерінің қалталарын жақсылап қарап, құжаттарын, ақшаларын сыпырып алдым да цифрлы фотоаппаратты қолыма алып, шамды жағып келіп жібердім. Ұйқылы ояу әбейлердің қолдарымен әрең қалқалаған әлгілер шырылдатып суретке түсірдім. Сосын жігітті әй-шайға қаратпай, самбодан разядым бар. Жалаңаш қалпында подъезге аттандырдым да әйелімді іш көйлекпен машинама мінгізіп, әкесінің дарбазасының алдына тастап кеттім. Сотта арызды өзім жаздым. Бұлтартпайтын фотобейнелер соттың да, дөкей атаның да аузын аштырмады. Әлгі жігіттің де төлқұжатын сотқа табыстадым. Сөйтіп, айналдырған 1-2 айдың ішінде дәкең тағы да бойдақ болып шыға келді. Бірақ қайынатам бұрынғы табысты қызметімнен есебін тауып тайдырды. Арада көп өтпей-ақ оның өзінің де аяғы аспаннан келді. Парамен ұстауыпты. Менің қадірімді білмеген қызы осы қаланың және бір жігітіне күйеуге шығып еді. Үйренген әдет қалама және жымысқы жүрісі әшкереленіп, алдыңғы тас кебін қайта киіпті. Қазір мейрамханалар мен кафелерді төңіректейді деп естідім. Шоқ-шоқ бәріне де сол керек деп мен жүрмін. Шыны солай ғой. Менің тіпті жазғым жоқ. Енді аузы күйген үріп ішеді дегендей, үйлену мәселесін
шетке ысырып қойып жүредім, бірақ жалғыздық бір Құдайға ғана жарасыпты деп бекерге айтпайды ғой. Берекем кетіп, сиқым қашты. Жасымда 30-дан өтіңкіреп бара жатыр. Солай ойланқырап жүргенде осы күнгі әйеліммен бір тойға барғанда таныстым. Отырыңқырап қалған қыз екен. Тойдан кейін де бір-екі рет көрген соң ыңғайыма көнетінін сездім. Сөйтіп, бірде оңаша отырғанда жай күйімді жайып салып, сөз салып едім. Бұлданып тасталқан болды. Мен әлі есік көрмеген қызбын. Дейме шырағым-ау, әй, мен оның сары майдай сақталып тұрғанда не шаруам бар? Маған тек қатын керек. Көрдік қой ондайлардың талайын. Болса болар, содан арамыз суып кетіп еді. Бір күні Сапар деген досымның келіншегі босанып, шілдехана жасалды. Сол жерде әлгі менің есік көрмегенім де әке-шешесімен бірге келмесі бар ма? Танымаған кісі құсап, сырт айналдым. Шынар досымның әйелі көзін қысып мені оңашалады да, бұлардың өздеріне нағашы жұрт болып келетін айтып, мен жөнінде біреулердің білгісі келіп, іңкәр болып отырған жұқалап жеткізді. Әкесі анау деп сыртынан нұсқады. Содан той біткен соң қонақтарды апарып сала қойшы деп Сапар қиылды. Кемпір шалды бойжеткенімен қоса машинаға салып алып, жігіттің қыз ауылына қарай тартты да кетті. Қыздың әкесі дұрыс кісі екен. Жол жөнекей өзі туралы біраз әңгіменің басын қайырып тастады. Үйіне барған соңда есіктен құр ауыз жібермей шайға шақырды. Сары майдай сақталғанын сызылып отырып шай құйды. Ахаңнан бірер рюмка тартып алған соң, менің есім кіріп, машинаны енді қалай айдап кетем деп санымды соқтым. Ауыл кісілері аңқау бола ма, әлде әкеге алдын ала ескертіп қойылған ба? Ол жағы маған беймәлім. Отағасы қонып кет деп пісіріп айтқан соң, мен машинамның жүк салғыш бөлігінен тағы бір қыл мойынды әкеліп столдың үстіне қойдым. Басты ауыртып не керек? Сол түні болашақ қайын атаммен қол соғысып, қызына құда түстім. Қалыңсыз қыз болса да, кәдесіз күйі болмайды деп болашақ ата енеме 200 мыңды ұстаттым. Ертеңіне сары майым кәдімгідей қимай қош айтысты. Келесі сенбіде 2 ағам жеңгелерімен келіп қызға құда түсті. Кешке таман төркіммен сыңсып қоштасқан қалыңдықты алып қалаға қайттық. Дүрілдетпегенімен орташылау той жасап, жаңа қайын жұрт жақты да күтіп жібердім. Қазір міне 10 шақты жылдың жүзі болып қалды. Осы қатыным күләшпен түтініміз Құдайға шүкір әзірге түзу шығып келеді. Тоғырдан түсе қойған күнім жоқ. Беті тегістеу төмен етектіні көрсем әлі де делебем қозады. Бұл қасиетімді бұрын сары майдай сақталған осы күні қақпыш балықтай қақталған қатыным жақсы біледі. Содан да шығар үйдегі телефонның қоңырауын аңдып отырады. Ал мен болсам ұялы сым тетігімді үйдің босағасын аттар алдында-ақ желіден айырып тастаймын. Әрине, ел жатар кезде әдейі қатынымның қытығына тиіп қоңырау шалатын қысыр келіншектер де біздің таныстардың ішінде баршылық. Думанды түн. Олжабайдың бірінші әңгімесі. Телефон ұзақ сыңғырлады. Трубкадан марғау мысық дауысты әйел үй үшін хал жағдайымды сұрап, іш бауырыма кіріп бара жатыр. Тәтті тілімен әңгімеге тартып, дәл бір бұрыннан етене таныс кісідей емеурейді келіп. Әңгіменің басында бұл кім-ей деген сұрақ туындаса да, сәлден кейін мәселе айқындалды. Мен де көпті көрген жігітпін ғой. Болтылдатпай әңгімені төтесіне бұрдым. Дөп басыппын. Бикеште ырыққа көнейін деген сыңай білдірді. Әй, не бопты? Қоңырау соққан өзі. Менің ештеңеден тайсақтайтын ретім жоқ қой. Сонымен свиданяны жүргіш жігіттер жақсы білетін. Думаны таңға дейін тарқамайтын қаладағы белгілі орында кешкі сағат 9-ға белгіледік. Құланның қасынуына мылтықтың басылуы дегендей, үйдегінің де балалармен төркіндеп кеткені мұндай жақсы болар ма? Кәдімгідей делебем қозып, жасырып қойған жерімнен бір кешке жетедау деген соманы қалтаға басып, сыланып сипанып, уәделескен жерге бір шама ерте келдім. Сағат тілі әлі
Кешкі 9-ға жете қоймаса да, кафеде әлдеқашан думан қызып жатқан екен. Пісірілген шашликтің, сірке суының, арақтың иістері қолқаға соғып, басыңды айналдырады. Бөгде көзден таса кабиналардан әйел еркек дауыстары күжілдей, сыңғырлай естіледі. Өрімдей жас даяшы қыздар сыр жүгіріп кабинадағыларға тамақтасумен әлек. Залдағы әсем безелген шеттеу тұрған үстелдердің біріне келіп жайғасқаным сол еді. Ал жапқышы кіршіксіз таза, қолында ас мәзірі бар сұлу қыз жаныма жетіп келіп амандасты да басын иіп тұра қалды. Мен Тамара апайды сұрадым. Ол қазір деп сырт айналды да сәлден кейін сыра кетсе де сыны кетпеген сырлы аяқтай ажарлы, кезінде қас сұлудың өзі болғаны, жасы 40-ты қырқаласа да көрініп тұрған толықтау әйелді ертіп келді. Отырсам бола ма деген ишараны әдемі көздерімен аңдатып, баппен қарсы алдыма жайғасты. Әрқайсысында добалдай алтын жүзіктер, жалт-жұлт еткен мінсіз саусақтарын сытырлатып, нәркес көздерімен маған сынай қарап жауап күтіп отыр. Мен Гуляны іздеп келгенімді, осы жерде сағат 9-ға кездесеміз деп уәделескенімізді айтқаннан соң ол жайдарланып орнында нықтала отырды да, ол қыздың көп ұзамай келіп қалатынын, оған дейін біршама әңгімелесіп отырайық, замандас екенбіз деп бір қойды. Мынаның бәрі менің жеке меншік дүнием деп айналасына қамти бір қарады. Ас мәзіріне қарасам, тамақтары күндегі біз ішіп жүрген дәмдерден біршама қымбат. Сонда да еркек емеспін бе? Бұйыртпаны басыңқырап бердім. Сосын Тамара екеуміз дәл күнде көрісіп жүрген таныстардай шүйіркелесе әңгімеге кірістік. Ол осы қалада көптен тұратын айтып, тұрмыста жолы болмай, құндақтаулы нәрестемен далада қалған соң, әлдекімнің екінші әйелі болып өмір сүргенін, сосын соның қолдауымен қоғамдық тамақтану саласына жұмысқа тұрғанын, кешегі меншіктестіру кезеңінде тағы бірер апайтөс жігіттердің көмегімен осы асхананы тиын тебен төлеп, өзіне оңай қаратып алғанын айтып, мен сияқты бейтаныс кісілердің алдында ақтарыла сөйлегеніне қарағанда, ауылда өскен қарағымсың-ау деп пайымдадым. Жалғыз ұлы да өсе келе қайыр бермей, есірткіге әуес болып, оны 2 рет үйлендірсе де, келіндерінің тұрақтамағанын, баласының қазір нашақорлықтан емделіп жүргенін айтып бір кез егіліп те алды. Ащы судан 1-2 мәрте тартып алған соң, 2 беті бал-бұл жана аулаулап, көздерінде ерекше ұшқын ойнап, оның өңінің жараса жасыра түскенін жіті байқап отырдым. Осындай әңгіменің арқасында есіктен әдемі киініп, боянып алған арғыма, толығыма, шалбар киіп, бөкселерін бұлтыңдатқаны бар бүлдіршіндей сұлу қыздар кіріп келіп, менің жанымдағы Тамарамен ишарамен амандасып, залдағы бір есікке кіріп, қарасы батып жатты. Көз қиығымен байқап отырмын. Әлгі есікке жігіттер де кіріп, бикештерді қолдарымен жетелеп шығып, таса кабиналарға жайғасып, думан соғық жалғаса берді. Осылай екеуміз әңгімелесіп отырған кезде, әне, сіз күткен сұлу да келді, деп қолдарын шытырлатып, есіктен жаңа кірген бір бойжеткенді Тамара өзіне қарай шақырды. Жасы 20-ларға әлі де жете қоймаған талдырмаш бойлы әдемі қыз жақын келіп, біздермен амандасты. Ал енді бізді ғафу етесіз ағасы. Өзіңізбен танысқанымнан өте қуаныштымын. Сіз үшін есігіміз де, құшағымыз да әрдайым ашық. Өзіңіз әлде таныстарыңызбен болсын, келіп тұрыңыз, деп сұхбаттасым менімен қоштасты да, әлгі қыздар кіріп шығып жатқан есікке беттеді. Қызбен сөйлескен бойда-ақ сым тетіктен естілген марғау дауысты таныдым. Думанды кешті одан әрі жалғастыру үшін біз де үстел үстін оңаша кабинаға көшірттік. Нөмірлерді бей-берекет теріп едім. Сізге түсіппін, біздің апаймен бұрыннан таныс емессіз бе өзі? Деп наздана сөйлеп, ойламаған қарай тығыла түсіп отырды. Шашликтің дәмі жақпады ма әлде, баса ішкен арақ әсер етті ме? Біраздан кейін мен де біртүрлі бейжай халге түстім. Сыртқа шығып таза ауа жұтып келейік дегенімде Гуля үрейленіп, есіктің алды тола
Әлгілер машиналармен дайын тұр. Екеумізді апарады да басып тастайды. Одан да сәл күтейік. Мына салқын ішімдіктерден ішіп отырайық. Кейін апайға айтсақ өзі черный ходтан шығарып жібереді. Оған дейін бүгінгі мәселенің қай жерге дейін өрбитінін келісіп алайық деді. Тарифті сұрасам бір мезгілдік рахат 5.000, таңға дейінгісі 15.000 екен. Даяшымен есептесіп, сол жердегі буфеттен арақ шарап, ол пұл және алып, қыздар кіре беретін есікке бас сұқсақ, Тамара апай үлкен үстелдің арғы жағындағы жұмсақ орындықта отыр екен. Бөлмедегі 7-8 жас қыз бір-бірімен сықылықтай күлісіп, біздерге көз астымен сынай қарап әңгімелерін жалғастыра берді. Тамара апайдың да бармағанына бірер мыңды қысып, черный ходтан сыртқа шықсақ, кафенің қапырық ауасынан және күлімсі иісінен кейінгі түнгі салқын ауа жаныма майдай жағып көңілім көтерілді. Түнгі сағат 12-лердің кезі. Гуля өзі сияқты қыздармен пәтер жалдап тұрады екен. Есіктері бөлек, бірақ бұл жерде де ойын-сауықтан құр емес сияқты. Бірақ кафедегідей дүбірлете думандатпағанымен, әр бөлмеде кісілердің бар екені анық байқалып тұр. Гуля киім ауыстырып келіп, дастарханға өзіміз әкелген заттарды баппен қойып болған соң, бетіме сұрақты пішіммен қарады. Мен түсіне қойдым да, келісілген ақшаны алақаныма салдым. Арақты ашып, 2 ыдысқа шүпілдете құйып, тілек айтып көтеріп тастадық. Үп-үшкір тілін шығарып, еріндерін жалап-жалап қойғанынан-ақ, оның жас болса да өз ісіне біраз маманданып үлгергенін байқадым. Осылай біраз уақыт өтіп, 1-2 тостан кейін шам сөндірілді. Қызулар басылған соң, құшағымдағы жатқан қыз еңіреп жылап, өксігін біразға дейін баса алмады. Әншейін сізді көріп, әкемді көргендей болдым. Кешірерсіз ағай. Мінезіңіз өте ұстамды екен. Кейбіреулердей басына сөйлеп, табалаған рай танытпайсыз. Сосын бір ішімдегі шерімді тарқатқандағым ой. Өзіңізге бір жарылғым келіп отыр. Түн ұзақ қой. Кәне, және арақ ішейік. Темекіңізден беріңізші, деді де шамды жағып жаныма келіп отырды. Мектепте үздік оқыдым, деп бастады ол сөзін. Өтелкедегі арақты құйып жатып, ауылымыз қаладан алысты болғандікі ме, бізде салт дәстүр басқашарақ болды. Үлкендердің бажырайып бетіне қарау, тіпті бейтаныс кісілермен сөйлеспек тұрмақ, олардың маңына да жоламайтынбыз. Әсіресе қыз балаларға тыйым салынған нәрселер көбірек болатын. Сабақ оқу, үйдің тірлік қамы дегендей өмір бір қалыпты өтіп жататын. 8-ші сыныптарға келіп, мектептегі олимпиадаларға қатыса бастадым. Бірде мектептегі сынақтан жақсы өтіп, бір өзім ауданға баратын болдым. Әкем мінезі тұйықтау кісі еді. Ал шешем болса, жастайынан бала басты болып, үй тірлігінен ертелі кеш көз ашпайтын. Ештеңемен ісі жоқ момын әйел. Ауданға бір өзіңді жібермейміз, деп екеуі де байбалам салды. Үйге сынып жетекшісі қайта-қайта келіп, болмаған соң мектеп директоры екеулеп, әкемді әупірімдеп зорға көндірді. Сөйтіп олар мені жетектегендей қып, аудан орталығына әкелмесі барма. Көп қабатты үйлерді бірінші рет сонда көрдім. Тас төселген көшелер, ағылған машиналар, абыр-сабыр ерсілі-қарсылы жүрген кісілерді көріп, қорыққаннан жан-жағыма алақтап қарай берсем керек. Мектеп директоры ағайым, осы Мәкеңнің қызының қалаға бірінші рет келуі сияқты, деп күліп, басын шайқағанда ғана есімді жиып ала қойдым. Жасымнан дәрігер болуды армандайтынмын. Содан болса керек, жаратылыстану, химия пәндерін тең қойып оқып, осы пәндерден сабақ беретін жасы егделеу ағайымның басын әбден қатыратынмын. Сол еңбегіме болама химия сабағынан алдыма жан салмайтынмын. Міне, бүгінгі аудандық олимпиада жарысында да химия пәннен менен өткені болмапты. Сөйтіп маған берілген сыйлықтармен қоса, облысқа жолдаманы да қалтаға салып, үшеуміз кешке ауылға көңілді оралдық. Бәріміз біздің үйге келіп түстік. Апайым әке-шешемнен сүйінші сұрап, ауыз үйде дабырлап жүр. Шешем қуаныштан өзінше бірдеңелерді көбірлеп келіп менің маңдайымнан иіскейді. Әкем түк үндемей қолына пышақ алып
қой қораға қарай беттеді. Сол күні үйдегілер кішігірім шашу той ырымын істеді. Ауылдың әкімі, мектеп директоры, мұғалімдерім, сыныптастарым келіп құтты болсын айтып жатыр. Өмірімде бірінші рет біздің үйде өте көңілді той-томан кеш өтті. Осылай облыстық байқаудан да жеңімпаз болып оралдым. Облыс орталығындағы университетке емтихансыз қабылданатын құжат та қолға тиді. Бірақ бізге дәрігерлер дайындайтын оқу орны жоқ. Ол үшін Ақтөбе, Қарағанды, Алматы сияқты үлкен шаһарларға барып оқу керек екен. Сөйтіп жүріп ауылда озат оқушы қыз болып көзге түскенімді байқамаппын. Мыңдап мал ұстап, байлығымен ел аузына ілінген, жасы кетсе де үйленбей жүрген бір көрші жігіт болатын. Сол үйге келгіштеп, әкемнің айналасын төңіректейтінді шығарды. Малға жем, олай-пулай нәрсе, азық-түлік әкеліп тастап, әке-шешемнің көңілін аулайтын болды. Әрі өткенде, бері өткенде маған сұқтана қарайтын. Мен бұған пәленшедей мән бермейтінмін. Соңғы қоңырау соғылып, ұлттық тест сынағынан да мүлдірмей өтіп, орта мектепті де бітірдім. Анама оқуға баратынымды айтқанымда, ол құптамайтындай рай танытты. Ал әкем бұлқан-талқан болып ашуланып, сені қысқа салым Мәлікке ұзатамыз. Оқу сенің не теңің, шошаңдама, деп кесіп айтты. Мәлік дегені әлгі үйге келе беретін байшыкеш жігіт. Әкемнің айтқаннан қайтпайтын томырлық мінезін білгесін, оның иілмесін сездім. Әрі ойланып, бері ойланып, ой түбіне жете алмадым. Өздігімнен кетіп қалуға қаражат мәселесі тағы бар дегендей. Сөйтіп күндер өте берді. Сыныптастарымның бәрі оқуға түсіп болды. Бір күні көшеде келе жатыр едім, қасымнан шаңдатып бір машина өте шықты. Рөлде ауылдағы бір беделді, жас ортасына барып қалған Тәкен деген кісі еді. Өзін онша суқаным сүймейтін. Осы ағайға мұңымды шақсам, жәрдем бермес пе екен деген ой қаперімде санама сап ете қалды. Жатсам да, тұрсам да осы оймен әлекпін. Сөйтіп сол кісінің алдынан бір өтуге бел байладым да, оның жолын торитын әдет шығардым. Арадан 2-3 күн өтпей, бұл ойымда іске асты. Бетіме қарап тұрды да, жарайды. Тек құжаттарыңды ғана ал. Кететініңді адам баласына айтпа. Тіпті шешеңе де бұл туралы тіс жарма. Осыған келіссең жәрдемім дайын, деді ол. Мен келістім. Ешкімге ештеңе айтпадым. Таң елең алаңда бір киер киімімді үстіме іліп, үйден жырылып шықтым да, ауылдың сыртындағы жол бойында өсіп тұрған шоқ ағашқа келіп тығылдым. Көп ұзамай таныс машинада көрінді. Ол қасыма тоқтады да, мен мінер-мінбестен зымырап жолға түсті. Артқы орындықта сұлап жатып, осы үлкен қалаға келіп, бір үйдің алдына тоқтағанша басымды көтермедім. Көп қабатты үйге лифтке көтерілдік. Мұндай үйді де, пәтерді де бірінші рет көруім. Газ да, ыстық су да, қалған жағдайлардың бәрі ішінде. Ағайым төменге түсіп, ол бұл нәрселерді көтеріп оралды. Шай қойып, тамақ пісіріп дегендей тірлік жасап, соңырақ тамақ желінген соң ұйықтап қалдым. Түн ортасы шошып оянсам, сенген ағайым мені аймалап жатыр. Бұлқынып көрсем, қарулы еркектің құшағынан шығып кетуге шамам жетпеді. 2 күн нәр татпай жылап жаттым. 3-4 күннен кейін әуелгі түнгі көрген хайуандықтарым қайта басталды. Бұл жолғы істеген өрескелдіктерін тілмен айтып жеткізу қиын. Айтқанын істемесең, байлап матап дегеніне жетті. Аямай соққыға да жықты. Және 2 күнге созылған дозақтан кейін, түн ортасында ол мені машинесіне отырғызып, осы қаланың әлде бір жеріне әкеліп, есікті ашты да, итеріп түсіріп тастады. Сосын көп күнге қорлаушым бетіме бір күліп қарады да, құжаттарым салынған полиэтилен қалташаны қолыма ұстатты. Сұқ саусағын еріне басып, маған қарай саусағын шошайтып, сұқ көрсетті де, шу қара құйрық тартып кетті. Мен осылай бейтаныс қаланың көшелерінде құжаттарымды көкірегіме басқан күйі жалғыз қала бардым. Әуелі одан құтылғаныма қуансам да, қаражатсыз қалғаным есіме түсіп, еңіреп жылап жібергенімді білмей қалдым. Осылай дел сал болып тұрғанымда,
Қасымнан бір қыз аяңдап өте берді. Соңғы мүмкіндігім осы қыз екенін біліп, оның білегінен шап беріп ұстай алдым да, басынан өткен сауданы шатып бұтып айтып бердім. Оның маған рахымы түсті ме білмеймін. Қалтасынан орамалын алып, жас айғыздаған жүзімді сүртті. Сөйтіп өзі тұратын үйге алып келді. Пәтерде бірнеше қыз болып тұрады екен. Оқисыңдар ма деп сұрасам, бәрі де басын шайқап, жоқ, оқытамыз деп кәдімгідей мені әжуалап күледі. Өздері бір түрлі көңілді жүреді. Кешке қарай тарап-тарап кетеді де, бейтаныс жігіттермен түн жарымында үйге келіп, ойын сауық құрады. Мен соларға қызмет етем. Әйтеуір тамағым тоқ. Осылай күндер өте берді. Үйге қайтайын десем ақшам жоқ, және басынан өткен оқиға есіме түссе, көзімнен жас бырш ете қалады да, ауылға барғанда не абырой табам деп ойға қалам. Осы жерде келгенде Гуля терең күрсініп, темекіге қол созды. Шайды жаңалап арақ құйды. Обалына не керек? Зуля менің қамқоршымның аты. Менің әзірге осылай жүргенімді бетіме салық қылмады деп үзілген сөзін жалғастырды қыз. Бірақ жазда, күзде өтіп, қыста келді. Жаңа жылды өмірімді бірінші мәрте маған жат жағдайда күтіп алдым. Ұзақ уақыт сыртқа шықпағандыкіме, терезеден сыртқа қарасам, көздерім ауыратын болды. Күннен күнге әлсірей бастадым. Зуля бірде менің бұл пішінімді көріп, мүсіркей қарап, «Әй, сен осы жүкті емессің бе?» деп салды. Мен болсам түк түсінбей оның бетіне аңтарыла қарадым. Түстен кейін әр қыздың сыйған бір киімін кигізіп, Зуля мені таныс дәрігеріне апарды. Еркектің алдында шешіне алсам кәне. Қолдарым қалтырап, есім ауып құлап қалыппын. Көзімді ашсам, басымды сүйеп, жанымда Зуля отыр. Бәрі жайында екен. Бұған да шүкір. Бірақ сен бір малғұнның қолына түсіпсің ғой. Дәрігер жағдайынды көріп, жағасын ұстады. Енді сені ешкімде бүйтіп қорлай алмайды. Қаласаң біздермен тұра бер. Қаламасаң ауылға жеткендей ақша беремін. Ерік өзіңде деді. Мен селк ете қалдым. Көз алдыма әкем мен шешем әлгі тәкен найсап, елестеп дір-дір етіп, сол жерде және естен тануға сәл-ақ қалдым. Осыдан кейін Зуля екеуміз әбден сырлас болып алдық. Сыртқа шығып дүкендерді аралап, күндіз қыздар ұйықтап жатқанда төңіректі қыдырып бой жазамын. Бірақ адасып кетемін бе деп алысқа ұзамаймын. Бірер жетіден кейін жүзіме қан жүгіріп өзіме келе бастадым. Тәбетімде ашылып, тамаққа қарайтын болдым. Бір күні Зуля мені дүкендерді аралатып жүріп, сыптай етіп киіндірді. Тұғалы мұндай киімдерді киіп көрмеген басым, айнаға қарап өзімді танымай қалдым. Зуля болса, айналамда көбелектей ұшып қонып бетіме оппадалап жағып, кірпігімді, көздерімді бояп, тағы да шар айнаның алдына алып келді. Айнадан маған өте сұлу, бірақ көзіне терең мұң ұялаған бейтаныс біреу қарап тұрды. Мен осы кезде өмірімде тағы бір кезеңнің басталғанын пайымдап ұққандай болдым. Қанша ауылдың қызы болсам да, бірге тұратын қыздардың қандай іспен шұғылданатынына ақылым жетіп қалды. Үйге келген жігіттер әзілдеп, ол жер, бұл жеріме қол жүгіртсе де, бұрынғыдай үркіп, шошымайтын болдым. Зуля бір күні менімен шыңдап сөйлесетін уақыт жеткенін ұқтырып, екеуміз оңаша отырып әңгімелестік. Ол да басынан өткендерін айтып, екеуміз біразға дейін көз жасымызға ерік беріп мұңдастық. Оның да жетісіп тұрған жері жоқ екен. Ол осы жақын маңайдағы қаланың қызы болып шықты. Әкесі маскүнемдікке салынып, арақтан есінен айырылған сонша бір күні туған қызына қол салғандай дәрежеге де жеткен. Бірақ бұлардың айқай ұйқайынан оянып кеткен шешесі масқара болудан құтқарып қалыпты. Құрбы қыздары біртіндеп тұрмысқа шыға бастаған кезде бұған сөз салушылар шықпапты. Әкесінің кім екенін білетін жұрт қызына менсінбей қарайды емес пе? Содан колледжде оқып жүргенде бірге оқитын курстас жігіт бұны алып қашып кетеді. Жігіт жағы сұрастыра келе мұның төркіні жөнінде әңгімеге қанған соң жас келінді басқа көзге соғып күн бермейді. Күйеуі де әке шешесінің айтқанынан шыға алмай әйтеуір екеуі айырылысып тынады. Бірер айдан кейін қыз тауып, ол өте ілінәзік болып дүниеге келгені себепті
сол туу үйінің өзінде ақ қайтыс болады. Оқуы әлдеқашан адыра қалған Гуля осылай жеңіл жүріске түсуге мәжбүр болады. Сол төңіректе әкесі де арақтан өледі. Анасына үйілменді-шүйілменді іні сіңілдеріне осылай ақша тауып көмек беріп тұрады екен. Сол күні кеште Зуля оны Тамара апаймен таныстырды. «Міне, осылай күн кешіп жатқан жағдайым бар ағай», деп егілген қыз қайта шөлмекке жабысып, ыдысқа толтыра арақ құйды да темекіні үсті-үстіне құшырлана тартты. «Талай құйқайды көрдім», деп әңгімесін әрі қарай жалғастырды қыз. «Тамара апаймен тығыз жұмыс жасайтын болдық. Зуля екеуміздің арамыздан қыл өтпейтін досқа айналдық. Кейде қансонарға да бірге шығамыз. Тамара апай шебер ұйымдастырушы да екен. Қалталы клиенттерге сол кісінің сілтеуімен қызмет көрсетеміз. Кей кездерде бір-екі күндей жүріп қалатын да шақтарымыз болады. Алпауыттай жігіттер не бір сорақы қылықтарды істесе де іштей тынып көнесің. Көнбесіңе де амал жоқ. Олардың қолынан бәрі келеді. Біздер кімбіз олар үшін? Ешкімде емеспіз. Тек жылы тауармыз. Бірақ төлемдері де қомақты болады ондайлардың. 2 жігітке немесе 3 жігітке бір өзің шығатын кезде болып тұрады. Сорақылықтың көкесін міне, сонда көресің. Әйтеуір оларға беретін ақшасының қызметіне қызмет етеміз. Осылай өзімізді жұбатпасқа амалымыз да жоқ. Зуля екеуміздің дәуреніміз көпке созылмады. Мұнда менің келгеніме 1 жылдан жаңа асқан сәтте ол жылап отырып және әңгімеге шақырды. Бүгін өзіңнің дағдылы дәрігеріне көрінсе, ол ащы шындықты бетіне ашып тастапты. Сондағысы Зуля жазылмайтын жаман дертке, спидке шалдыққанға ұқсайды. Дәрігер анализдерің соны көрсетіп тұр. Енді емделме, бәрібір бұл аурудан әзірге айыққан адамды естігенім де, көргенім де жоқ депті. Содан екеуміз құшақтасып жылап, 2 көздің жасына ерік бердік. Бірақ екінші тапсырған анализде біріншісінің кебін киіп, Зуля қаладан тыс орналасқан арнаулы емханаға жатып емделуге мәжбүр болды. Мен апта сайын барып, хал жағдайынан хабар алып тұрдым. Сөйтіп, бір барғанымда досымның орнын сипап қалдым. Өмірден озғанына 3 күн болыпты. Жерленген жері де маған белгісіз, дәрігерлер айтпады, деп солқылдап жылап жіберді. Мен Гуляның мына әңгімесінен кейін тұла бойым түршігіп, одан тәнімді аулақ салуға әрекет жасадым. Бірақ ол мені талдырмаш қолдарымен мықтап, құшақтаған күйе жібермей, өксіп жылап, «Аға, менің әзірге денім сау. 2-3 аптадан дәрігерлік бақылаудан тұрақты өтіп тұрмын», деп жалбарынды. Мен дереу рюмкеге толтыра арақ құйып, дем алмай тартып жібердім де, киімдерімді кие бастадым. Қыздың бетіне бір сәт тіктеп қараған едім. Мен оны танымай қалдым. Менің алдымда бұрынғы үлбіреген бүлдіршін қыздың орнында ұнжырғасы түсіп, иықтары қушиып, жүзі қуарған бір сүлдер отыр еді.